Бүгін сіздермен ешкім жасап көрмеген ерекше тағаммен бөлісемін. Ол үшін бізге ірі қараның ішек қарны керек болады. Ішек қарындарымыздың барлығын мясорубкіден өткізетін қылып дайындаймыз. Аздап іш май қосуға да болады. Дәл осылай жасап беретін болсаңыздар, ішек қарынды жемеймін дейтін адамның өзі жеп кетеді. Енді дәл осылай жуамыз бен асқабағымызды турап шығамыз да, барлығын бірге араластырып, дәміне қарай тұз бұрышын саламын. Бұл қандай ерекше тағам деп ойланып отқан адамдарға ішек қарыннан манты жасайтын боламын. Дәмі енді өте керемет болып шығады. Қамырына жыртылып, езіліп кетпес үшін 2 жұмыртқа қосып иледім. Мантымыздың күшті болуы дәл осыған байланысты болады. Дәл осылай бір тегіс жұп-жұқа болуы керек. Мантымыздың барлығын түйіп алғаннан кейін бетіне май жағуды ұмытпаңыздар. Сонда мантымыз жұп-жұмсақ, нәп-нәзік күйде шығады. Неге қараңыздар, біздің мантымыз дайын болды. Ең керемет пайдалы тағам деп айтуға болады. Сіздер де сақтап алып, отбасыларыңызға жасап беріңіз.